Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін арнайы педагогтардың құзыреті жайында сөз қозғаймыз. Педагог лауазымдардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 20 жылғы 15 сәуірдегі 145 бұйрығында арнайы педагог дегеніміз дефектолог мұғалім, дефектолог, логопед мұғалім, логопед, олигофрена педагог, сурдопедагог, тифлопедагог деген анықтама берілген. Арнайы педагог мектепке дейінгі ұйымдарда КППК, оңалту орталығы, ПМПК, орта мектеп ұйымдарында жұмыс істей алады. Арнайы педагог келесі нормативтік құқықтық актілерге сүйене отырып жұмыс жасай алады. Педагог мәртебесі туралы заңы ең алдымен 338 бұйрық, 385, 6, 4, 394, 500, 422, 115, 125 және 39 бұйрықтарға сүйене отырып жұмыс жасайды. Арнайы педагогтың қызметінің 3 бағыты бар. Ең алдымен арнайы педагог педагогикалық диагностика өткізе білу керек. Педагогикалық диагностиканы өткізу барысында арнайы педагог баланың актуалды деңгейін, жақын арадағы даму деңгейін және білімдегі олқылықтарды анықтай алады. Осы 3 нәрсені анықтай отырып, арнайы педагог сауатты білім оқу бағдарламасын құрастыра алады. Оқу бағдарламасын және де психологиялық педагогикалық қолдауды жүзеге асыра отырып, жүйелі түрде 3-ші бағытымыз жүзеге асыру. Осы 3 бағытта жұмыс жасай отырып, біз баланың жетістігін, дамуындағы динамикасын көре алатын боламыз. Және арнайы педагогтың міндеттері бар. Ең алдымен ол командамен жұмыс жасау. Яғни өз ұйымыңызда психологиялық педагогикалық қолдау қызметінің мамандарымен, мұғалімдермен, сынып жетекшілерімен жұмыс жасай алу білу керек. Тығыз байланыста жұмыс жасай отырып, біз команда болып баланың оқудағы қиындықтарын анықтай аламыз және оның қажеттіліктерін өтей аламыз. Екінші бағыт серіктес ұйымдармен жұмыс жасай білу. Яғни ол басқа мектеп ұйымындағы арнайы педагогтар, оңалту орталықтарындағы педагогтар, ПМПК, КППК және жоғары оқу орнындағы педагогтармен тығыз байланыста тәжірибе алмаса отырып жұмыс жасай аламыз. Және 3-ші бағыт ол ата-аналармен жұмыс жасай алу. Ең басты бағытымыз, ең басты назарда ұстайтын нәрсеміз ол ата-аналардың талабы, ата-аналардың сұранысы және ата-аналардың қажеттіліктері. Міне осы бағыттарда арнайы педагог жүйелі, сауатты жұмыс жасай алады. Добрый день, коллеги! Сегодня хотела бы поделиться с вами информацией о том, как специальные педагоги повышают свои теоретические и практические знания в стенах нашего центра. Центр является организацией, осуществляющей целенаправленную профильную работу по повышению квалификации психолого-педагогических кадров системы специального и инклюзивного образования на основе собственного практического опыта и научных исследований. Инновации апробируются в отделе диагностики и консультирования и внедрения новых технологий. И результаты этой работы с рекомендациями педагогам освещаются на курсах. Обучение педагогов, специалистов методам и приемам работы с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного обучения может и должно реализовываться через организацию курсов повышения квалификации. Все эти обстоятельства обуславливают постановку новых задач и требований к современному специалисту, работающему в системе специального образования, которые бы отвечали современным образовательным потребностям и потенциальным возможностям различных категорий детей с ограниченными возможностями.